Алтын башнен хыяр баш. Кырым татар халк масалы. Bir adamның қарысы вепірді қызы бар екен. Бұл қыз ай десен айдан, күн десен күнден да дүлбер екен. Мал дегенде тек бір бұзавчықлары бар екен. Кел күн, кет күн, бұл қызчық баяғы бір яшларына келе. Қыз жағына келді дегенде анасы хасталана. Қыз яна көе, ләкин эжелге чәре олыр мы? Қызның анасы ақайыны чағыра да васиетін айта. Мен өлген соң қызчығымны елге хур етме, бұзавчығымызны оңа бер, дей. Жоққа бармадан қызчығының анасы өле. Бабасы қарысын васиетін тұтып бұзавны қызына бере. Ләкин қыз өксіз қалғанына янып, гечелеріні ағылап чықа, күндізлеріні ағылап кечіре. Қызның бабасы, «Ев қадынсыз олмас», деп düşünе. Қызым да анасын сағынып ағласа керек. Evlensem belki evkәрі чәзілір. Шайдейді қызы олған тұл бір апақайға evлене. Бұ апақай пек ярамас, кінді бір қадын екен. О evге келгенінен қызның урбаларыны тұтып ала, өз қызына кисете. Огей қызның шай дүлбер олғаныны пақылап, оны ер күн көтеклей, хорлай, ач тұта, бүтін пис ішлеріні оңа бұйыра. Қызчық күндізлері бұзав отлата, юң ішлей, ақшамлары да бош тұрмай. Бойлечесіне 2 ел өтіп кете. Күнлерден бір күн қызчық саба ертеге тұрып, бұзавны отлатмаға алып кете. Кете-кете бір өзенчіктің янына барып тоқтай. Қызчық ойланып тұрғанда, өз анасыны хатырлайды, инжі кебі яшылар төкіп ағламаға башлай. Біраздан юқлап қала. Бұзав есе отлай өзенің о бір тарафына кече. Қызчық көзлеріні açқанымен бұзавның ұзақлаша башлағанын көріп, оны қайтармақ істей. Ләкин өзенден кече атқанда, ұрчығы суға түшіп кете. Огей анасından көrecek cezasını düşünüp da ziyade ağlamağa başlay. Bu özeninin yanında bir Qartanayçıq yaşa eкен. Qartanay қызчықтың ağlağanını eşitkeninin onun yanına keledi. Неге ağlaysın қызчық? Sana ne oldu деп soray. Қызчық, неге ağlamayım деп cevaplana. Men er күн бұзав бақа-бақа ұрчықнен юн ішлейім. Мына бұзавымы қайтарайым деп, өзенден кечежекте ұрчығым суға түшіп кетті. Ақшам елге қайтып барғанда, огей анайым кім біле насыл көтеклер. Қартанай бұл қызчықны пек ажи. Ағылама қызым, дей. Мен сені бақытлы етерім. Сен отырда менің башымны бақ. Мен сенің тізлерін үстінде біраз юқлайым. Башымны баққанда, ondan ақ су, соң ешіл су кетер. Мені уятма. Сары су кете башлағанда, мені уятырсың. Анладың мы қызым? Қызчық, анладым Қартанай, дейді, оның башыны бақмаға башлай. Қартанай башыны қызчықтың тізлеріне қойғанымен юқуға далан. Біраздан Қартанайның башындан ақ су, соң ешіл су кете. Қызчық оны уятмай. Соң сары су кетмеге башлай. Қызчық, Қартанай, енді тұрыңыз, сары су кете башлады, дей. Қартанай уянады, бұл сары сумен қызчықтың башыны юва. Сақ тұл қызым, башыны чезме, қайда ювдың деселер айтма, дептен бейлей. Қызчық күн қона башлаған бір майлде evlerine қайтып келем. Огей анасы қызының қолында ұрчығы олмағанны көріп, ondan sonra біле отырмай, қызчықны көтеклемеге башлай. Гечелердің бірінде, ev içinde епсі ұйқыға далған бір вақытта, Огей ана уяна да көргенлеріне шашып қала. Қаранлық evнің көшесі яп-ярық екен. Аман атылып тұрады, Огей қыздың янына бара.
Бақса не көрсін? Қызының сачлары алтын теллерге чевірілген. О жекіре беріп, тез айт, сачларını қайда ве насыл бір суда юдың дейді қызчықны кене көтеклей. Завалы қызчық не yapacağını білмегенінден айтмаға мечбур ола. Өзен янында бір қартанайчық яшай. Ана о менің башымы сары суынен ювып, явлықнен байлады. Saçlarım yaltırağanında şunun için olmalı. Bu sözlerini eşitken Ogey ana sabah açılmasını dört gözden bekley. Sabah açılğanının kızını uyata da işin aslını ona anlatıp beri. Yaxşı qarab, Qartanayını sarı su kete başlaganda uyat depten beley ala. Ogey ananın kızı buzavını aydap, Ozen yanına alıp bara ve tıpkı anasının degeni gibi yapa. Өзенден атлайжақ болып ұрчығыны суға түшіреді, сон әсәлет ағламаға башлай. Бұл вақыт Қартанай пейда болып, «Неге ағылайсың, қызчық, саңа не oldu?» деп сорай. Қыз, «Неге ағыламайым?» деп жеваплана. «Мен ер күн бұзав бақам, сон ұрчықнен юн ішлейім, мынашымды бұзавымы қайтарайым» деп өзенден кече айтқанда ұрчығым суға түшіп кетті. Ақшам евге қайтып барғанда Огей анайым мені кім біле насыл көтеклер. Қартанай қызның айнежілігіні аңдап, «Сен отыр да менің башымны бақ» дей. «Мен сенің тізлерін үстінде бір чырым ұйқы алайым. Башымы баққанда ондан ақ су, сон сары су кетер. Мені уятыма, ешіл су кете башлағанда уятырсың». Қыз Қартанайның башыны бақмаға башлай. Ақ су кете, сары су кете уятмай, ешіл су кете башлағанда уята. Қартанай тура да қыздың башыны ешіл суынен юва. Қыз қувана евлеріне қайтып келе. Геченің бір малінде анасы уянып, қыздың башының чезе. Чезе ama, бақса не көрсін? Қыздың сачлары ешіл оркенлерге чевірілген. Бұл оркенлерде де хиярлар өсе екен. Анасы хыярларını yulqa, lakin yulqan sayın олар да зияде өсе екенлер. İşte bu günden soң şu kızın adı Hıyarbaş kız olup kala. Ona hiç kimse kulak asmay. Ama altın baş kız gün sayın dülberleşe. Günlerden bir gün Hıyarbaş'ın anası öz kızının yanına alıp toyga keteler. Altın baş kız, «Meni de alыңыз, toyga barıp biraz egleneyim» dey. Ogey anası, «Toyda senin işin yok, evni qaravla, yun işle» деп onu birkaç kere түрткүчлей. Алтын баш кызчык evde yalnız bir өзү қалып, көз яшларын төгүп ағлап турганда, банаке Картанай келип кала. «Не үчүн ағлайсың, кызчыгым?» дей. «Кени биреулерин жыттымы?» Ogey anam meni evde kaldırdı. Menin buzavçığımı soydu. Ozun hıyar baş kızını toyga alıp ketti. Şunun için ağlayım. Qartanay, sen kızçığım buzavın kemiklerini mağa getir, onu çukurga kömeyik dey. Kızçık buzavının kemiklerini çıkara, olarını azbar içindeki çukurga kömeyler. Son Qartanay papuçlerini çıkarıp çukurga bir tepme uğra. Şu ara çukur açılıp onun içinden kapkara bir Arap çıka. Qartanay Arapka, «Kana Arapım, bir an içinde kız için bir katurba ve 2 atlı fayton hazır olsun» dep emretti. Arap gözden gayip olganымен üstünde altın nağışlı kaftan, altın tizili kadife fes, bilezlikler, yüzükler, sırgalar olgan 2 atlı fayton peyda ola. Kız kiyine Qartanaynen faytonga oturup toyga keteler. Fayton Hıyarbaş'ın anası ketmekte olgan Gıcırdavuk Macar'nın артından yedi. Ona toz çangatıp keçip keti. Toy azbarına barıp kirgende bütün misafirler olarını karşılap alalar. Altın baş kızçıkны kelin yanına oturtalar.